Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз халықтар достығы туралы шығарма Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» атты әңгімесі. Бүгінгі сабақта біз халықтар достығы туралы шығармамен танысып, мәтінмен жұмыс жасап, сұраулы сөйлем құрауды бірге үйренетін боламыз. «Бір атаның балалары» шығармасының авторы Мұхтар Мағауин. Ол жазушы, тарихшы және ғалым. Ұлы Отан соғысы жылдарында жетім балаларды бауырына басқан кең пейілді қазақ халқы туралы жазылған тәрбиелі шығарма. Оқушылар, тақырыпқа қатысты бейнематериалды көріп алайық. Дана, қойылым саған ұнады ма? Иә, ұнады. Маған да ұнады. Алан, біздің сынып 1 мамыр ынтымақ күніне орай қойылым қоймақшы. Ұлттар достығы туралы қандай шығарма білесің? Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» әңгімесі. Аты қызық екен. Не туралы? Білгің келсе мені тыңда. Саған әңгіменің сюжетін айтып берейін. Құлағым сенде. Басқарма ауылға 6 бала келеді. Олар әртүрлі ұлт өкілдері. Ағайынды Нартай мен Ертай қазақ балалары. Рашид татар баласы. Яков орыс баласы. Зигфрид неміс баласы. Біз баладан айырылған жетім болсақ, бұлар атадан айырылған жетімдер. Деп ақылдасып, ауыл адамдары балаларды бөліп алады. Бөліп? Иә, Ахмет қария неміс баласы Зигфридті таңдайды. Зигфридті Зекен Ахметұлы Бегімбетов деп атайды. Сөйтіп балалар пейілі кең қазақтардың үйлерінде пана тапты. Зигфрид жаңа өмірге үйрене ме? Зигфрид ақылды жігіт болып өседі. Өсе келе арманына қарай қадам басып, бас зоотехник болады. Бір күн ауылға тілші келіпті. Тілші соғыс кезінде бастан кешкен қиыншылықтар туралы деректер жинап жүреді екен. Зигфрид тілшіге берген сұхбатында, қазір бәріміз бір өзеннің арнасы, бір атаның баласымыз. Бір семьяның мүшесі, бір ұлыстың ұлымыз деген екен. Осылайша, тек өзінің ғана емес, Яковтың, Рашидтің де ортақ ойын айтқан. Иә, ұлттар достығы деп осыны айтуға болады. Мына әңгімені қойылым етіп қойсақ, нағыз ұлттар достығының үлгісін көрсететініміз анық. Осы тұста балалар Қадыр Мырзалиевтің «Қазақ осы дала дейтін, түн дейтін, қазақ осы өнералды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін» деген тамаша өлең жолдары ойға оралады. Оқушылар ендеше тақырыпқа байланысты мәтінмен жұмыс жасап көрейік. Мәтінге назар аударайық. Басқарма ауылға 6 бала келеді. Олар әртүрлі ұлт өкілдері. Ағайынды Нартай мен Ертай қазақ балалары. Рашид татар баласы. Яков орыс баласы. Зигфрид неміс баласы. Біз баладан айырылған жетім болсақ, бұлар ата-анасынан айырылған жетімдер деп ақылдасып, ауыл адамдары балаларды бөліп алады. Ахмет қария неміс баласы Зигфридті таңдайды. Зигфрид Зекен Ахметұлы Бегімбетов аталып кетеді. Зигфрид ақылды жігіт болып өседі. Өсе келе арманына қарай қадам басып, бас зоотехник болады. Бір күні ауылға тілші келіпті. Тілші соғыс кезінде бастан кешкен қиыншылықтар туралы дерек жинап жүреді екен. Зигфрид тілшіге берген сұхбатында, қазір бәріміз бір өзеннің арнасы, бір атаның баласымыз, бір семьяның мүшесі, бір ұлыстың ұлымыз деген екен. Осылайша тек өзінің ғана емес, Яковтың да, Рашидтің де ортақ ойын айтқан болатын. Оқушылар, ендігі кезекте дәптерімізді ашамыз, мәтінде болған жаңа сөздермен танысып, дәптерімізге түртіп аламыз. Жетім, сирота,
сөзге құлақ салу, прислушиваться к слову. Шалғай, отдаленный. Ересек, взрослый. Жағалай, вдоль. Панасыз, бездомный. Оқушылар, мәтінге байланысты жаттығу жұмыстарын бірге орындайық. Бірінші тапсырма: қай бала қандай ұлт өкілі екенін бірге анықтайық. Яков орыс баласы, Зигфрид неміс баласы, Ертай қазақ баласы, Рашид татар баласы, Нартай қазақ баласы. Жақсы оқушылар, тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, барлық жауаптарыңыз дұрыс. Екінші жаттығуға көшейік. Екінші жаттығуда осы шығарма арқылы автордың айтқысы келген ойын бірге тауып көрейік. Қазақ халқы кең пейілді. Жақсы. Жауабымызды тексерейік. Өте жақсы оқушылар. Дұрыс жауап. Келесі жаттығу үшінші: қажетті сөздерді пайдаланып, суреттерге сәйкес оларды орналастыру керекпіз. Яғни бірінші суретте жазушы, ол бізде Мұхтар Мағауин. Екінші суретте бейнеленген, ол бір атаның балалары, шығарманың аты. Үшінші суретке қарай отырып, құрбандары сөзін. Жақсы. Төртінші сөзде жарығы сөнген. Таңдап көрейік. Жақсы. Бесінші суретте рухына сөзі. Жақсы. Пейілі кең. Өте жақсы. Келесі сөз бауыр басқан. Тексеріп көрейік жауабымызды. Өте жақсы оқушылар. Жақсы оқушылар, ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада Ахмет қарияның сөзін мұқият оқып, оны түсінуге талпынайық. Ерекшеленген сөзге қандай сұрақ қоюға болатынын анықтап көрейік. Алдымен көк аспан, содан соң қара жер жаратылды. Ең ақырында солардың бәріне иелік ету үшін адамзат дүниеге келді. Ол кезде жер үшін талас болған жоқ. Өйткені жер бетін қоныстанған алғашқы адамдардың барлығы бір атаның баласы еді. Алдымен көк аспан, содан соң қара жер жаратылды. Жаратылды сөзіне сұрақ қояйық. Қашан, кім, не істеді, кімдер? Жақсы. Не істеді жауабын қабылдаймыз. Ең ақырында солардың бәріне иелік ету үшін адамзат келді дүниеге. Сұрақ қояйық. Кім? Жақсы. Ол кезде жер үшін талас болған жоқ. Бірге сұрақ қояйық. Қашан? Жақсы. Өйткені жер бетін қоныстанған алғашқы адамдардың барлығы бір атаның баласы еді. Сұрақ қояйық. Қашан? Кім? Не істеді? Кімдер? Дұрыс жауабы кімдер? Жақсы. Ендеше тексеріп көрейік. Балалар, біз жаттығу жұмысын жасау барысында жекеленген сөздерге сұрақ қойдық. Қазақ тілінде сұрақ қою үлгісі бойынша білімімізді жетілдіре түсейік. Жалпы оқушылар, қазақ тілінде жауап алу мақсатымен айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Сұраулы сөйлемді жасаудың бірнеше түрлері бар. Ендеше оқушылар, кестеге назар аударайық. Жасалу жолдары. Бірінші түрі
сұраулық шылаулар арқылы ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулар арқылы жасалады. Мысалы, Қазақстан халқы келісім мен бірлікте өмір сүре ме? Екінші, сұрау есімдіктері арқылы кім, не, қашан, қайда, тағы да басқа сұрақтар арқылы жасалады. Яғни, мысалы, Қазақстан халқы қалай өмір сүреді? Үшінші, интонация, яғни дауыс ырғағы арқылы жасалады. Оқушылар, мысалдарымызды бұдан әрі жалғастырамыз. Сөйлем: Қазақстан көпұлтты мемлекет. Пе сұраулық шылаулары арқылы жасалып тұр, яғни Қазақстан көпұлтты мемлекет пе? Сұрау есімдігі: қандай сұрау есімдігі арқылы жасалып тұрған сұраулы сөйлем? Қазақстан қандай мемлекет? Үшінші нұсқасы, яғни дауыс ырғағы, интонация арқылы жасалып тұрған сұраулы сөйлем: Қазақстан көпұлтты мемлекет? Оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Берілген ақпараттың дұрыс емес екендігін бірге анықтайық. Бір атаның балалары Мұхтар Мағауиннің шығармасы. Шығармада Ұлы Отан соғысы кезіндегі ауыл өмірі суреттелмеген. Ауылға келген балалардың саны 6. Зигфрид Зекен Ахметұлы Бегімбетов аталып кетеді. Жауап береміз. Жауаптарыңыз сәйкес келді деген ойдамын. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.